болмысынан дарынды тұлға. Қазақтың дархан даласы, ежелден ақ талай таланттың тұғыры болған киелі мекен. Солардың ішінде ұлт жүрегінде алтын әріппен жазылған, өнердің шынар шыңына шыққан бір есім бар. Ол қазақ ән өнерінің алыбы, жүректерді әнімен тербеткен композитор Шәмші Қалдаяқов. Халқымыз биыл қазақ вальсінің королі атанған ұлы сазгердің туғанына 95 жыл толуын айрықша ілтипатпен, ыстық ықыласпен атап өтуде. 1930 жылдың 15 тамызында Отырардың киелі қойнауында дүниеге келген Шәмші бала күнінен ақ ән мен күйге әуес болып, өнерге жақын жүрді. Тағдыр оған табиғаттың өзі ерекше бір дарынын тарту етті. Жан дүниесінде буырғанған сыр мен сезім, жүрекке қонақтаған мұң мен сағыныш кейін Шәмші әуеніне айналып, халқымен бірге мәңгілікке сырласты. Ақындар жырлаған махаббатты, ел мен жерге деген сағынышты, анаға деген жүрек тербелісін Шәмші өз әндеріне айналдырды. Халық арасында Шәмші әнімен қазақ шылады, қазақ күлді, қазақ сүйді деген сөздің орны бекер емес. Оның әрбір туындысы жүрек үнінен өрілген сырлы шежіре, қазақ рухының әуезді айнасы. 1956-1962 жылдары Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияда білім алған Шәмші Қалдаяқов классикалық білім мен ұлттық өнерді тоғыстыра білді. Оның әндері сылдырап аққан бұлақтай мөлдір, көктемнің самалындай нәзік, жүрекке жылы еніп, жан тербейтін сыршыл саздар. Ақ маңдайлым, сағынышым менің, ана туралы жыр, арыс жағасында, қорлан, кешікпей келем дебең сияқты туындылары қазақ тыңдарманын талай рет тебірентіп, махаббат пен сағынышқа бөлеп отырды. Бұл әндер тек бір мезеттік көңіл күй емес, тұтас бір ұрпақтың өмір айнасы, сезім күнделігі болды. Ал менің Қазақстаным нағыз азаматтық әуеннің, отаншылдық рухтың символына айналды. 1986 жылға желтоқсан көтерілісінде бұл әнді жастар алаңда ұран етіп шырқады. 2006 жылдан бастап бұл ән Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранына айналды. Бұл өңірдің, шындықтың, халықтық махаббаттың жеңісі. Шәмші Қалдаяқов өнердің асқарына шықса да, атақтың соңынан қумаған, халқынан биік болуға ұмтылмаған жан. Қарапайымдылығы оның ең үлкен байлығы еді. Жарқыраған сахналар мен салтанатты сәттерде емес, шымырлаған домбыра үні мен мөлдір көз жасында, махаббат пен сағыныш арасында өмір сүрген дара тұлға. Ол тек пианино мен домбыраны ғана емес, тыңдаушының жүрегін де шебер шерте білді. Домбыраны төпелеп емес, сырлы әуезбен қоңырлата шертеді. Әр дыбысынан жан жылуы сезіледі. Бұл Шәмші ғана шебер меңгерген талсым үннің құпиясы. Тамды аруы секілді әндері махаббатты ғана емес, еркіндікке, таңдауға, ерік бостандығына ұмтылыс ретінде де бағаланады. Ән жеке тағдырдың сарыны ғана емес, қоғам мен уақыттың үнін жеткізетін рухани дерек. Сағынышым менің әні сыр мен саздың тұңғиығына бойлатқан терең толғау. Мұндай туындылар заманға қарсы үн қатқан, жүрекпен жазылған сырлы дастан. 1992 жылы өмірден озғанымен Шәмшінің әндері халық жадынан өшкен жоқ. Қайта жыл өткен сайын жаңғыра түсуде. Бүгінде Тараз, Шымкент, Жетісай қалаларында оған арналған ескерткіштер орнатылып, оның есімімен аталған көшелер мен мәдениет ошақтары
халықпен бірге өмір сүріп келеді. Шәмші Қалдаяқов барша қазақтың рухани жаршысы. Ол тек ән жазған жоқ, ұлттың жүрек лүпілін қағазға түсіріп, нота тілімен сөйлеп өтті. Оның 300-ге жуық әні қазақ музыкасының алтын қазынасы, ұрпақтан ұрпаққа жалғасар асыл мұра. 2025 жыл қазақ руханияты үшін елеулі жыл. Бұл Шәмші Қалдаяқовтың 95 жылдығы, яғни қазақтың ән бесігін тербеткен, рухын оятқан тұлғаның дүние есігін ашқан жылы. Бұл тек туған күн емес, рух пен өнердің салтанаты. Бүгінгі ұрпақ Шәмші салған соқпақты жалғастырып, оның әндерімен өмір сүріп келеді. Оның сазын тыңдаған сайын жүректер лүпілдейді, көкіректер оянады. Ал қазақ халқы әнсіз өмір сүре алмайтын халық. Демек, Шәмші де мәңгі тірі.